Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі кешкі асқа осындай ерекше тағам әзірледім. Бізге ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымызды дайындау үшін ұнымыздың үстіне бір ас қасық тұзымызды, 30 грамм ерітілген майымызды және 100 мл салқын суымызды құйып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды 30 минутта тындырып қоямыз. Қамырымыз өз орнын қалпына келгенше біздің салмамызды дайындаймыз. Негізінен біздің салмамызға салатын заттар қызанақ, сонымен қоса ет, картоп, пияз және болгар бұрышын қосамыз. Барлығын осылай әдемілеп турап алып дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды дөңгелек етіп шайып, осындай кесеге орналастырамыз. Және үстінен дайын салмамызды салып, оның үстіне 20 граммдай сары майымызды салып, жақсылап осылай жауамыз. Және дайын асымызды осылай әсел пеште 180 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын.